Сәлеметсіздер ме? Құрметті студенттер, сіздердің назарларыңызға электронды коммерция пәнінен нөмірі 15-ші дәрісті ұсынамын. Тақырыбы электронды коммерцияның болашағы және трендтері. Қазіргі электронды коммерция ландшафты. Қазіргі электронды коммерция қарқынды дамып келеді. Бұл цифрлық трансформацияның және тұтынушылардың мінез-құлқының өзгеруінің нәтижесі. Мобильді сауда көп арналы тәсілдер және жылдам жеткізу стандартқа айналуда. Нарықтың үлкен көлемі. Тұтынушылардың үміттерінің артуы. Бәсекелестіктің күшеюі. Технологиялық инновациялар. Негізгі қозғаушы күштер мен макротрендтер. Жаһандану. Халықаралық нарықтардың ашылуы және жеткізу тізбегінің күрделенуі. Мобильді революция. Смартфондар арқылы жасалатын транзакциялардың артуы. Логистикалық инновациялар. Жылдам және тиімді жеткізу шешімдері. Жасанды интеллект және жекелендіру. Жасанды интеллект электронды коммерцияда тұтынушы тәжірибесін жекелендіру, болжамды аналитика және операциялық тиімділікті арттыру арқылы революция жасауда. Ұсыныс жүйелері. Жасанды интеллект тұтынушының мінез-құлқына негізделген өнімдерді ұсынады. Чат-боттар. Тұтынушыларға қызмет көрсетуді автоматтандырады және жедел қолдау көрсетеді. Бағаны оңтайландыру. Нарық сұранысына негізделген динамикалық баға белгілеу. AR немесе VR және иммерсивті сауда тәжірибесі. Кеңейтілген шындық және виртуалды шындық тұтынушыларға өнімдерді виртуалды түрде сынап көруге мүмкіндік беретін иммерсивті сауда тәжірибесін ұсынады. Виртуалды сынақ. Киім, жиһаз және косметиканы үйден шықпай киіп көру. 3 өлшемді өнім модельдері. Өнімдерді барлық жағынан көруге және зерттеуге мүмкіндік береді. Иммерсивті дүкендер. Виртуалды кеңістікте дүкендерді аралау және сауда жасау. Әлеуметтік коммерция және инфлюенсер маркетингі. Әлеуметтік медиа платформалары сатып алудың негізгі арнасына айналуда. Инфлюенсерлердің ұсыныстары сауда шешімдеріне әсер етеді. Әлеуметтік коммерция. Тікелей эфирдегі сатылымдар. Қысқа бейнелер арқылы өнімді көрсету. Тұтынушы пікірлерін интеграциялау. Инфлюенсер маркетингі. Брендтермен ынтымақтастық. Аудиторияға әсер ету. Нарықтағы сенімділікті арттыру. Тұрақтылық және этикалық электронды коммерция. Тұтынушылардың экологиялық санасының артуына байланысты, брендтер тұрақты және этикалық тәжірибелерді қабылдауға мәжбүр болады. Экологиялық таза өнімдер. Биологиялық ыдырайтын материалдарды пайдалану. Тұрақты жеткізу тізбегі. Көміртегі ізін азайту. Әділ сауда. Этикалық өндіріс тәжірибесі. Негізгі қиындықтар мен мүмкіндіктер. Қиындықтар. Киберқауіпсіздік. Бәсекелестіктің күшеюі. Логистикалық күрделілік. Мүмкіндіктер. Жаңа нарықтарды игеру. Тұтынушы тәжірибесін жақсарту. Инновациялық технологияларды енгізу. Қорытынды. Электронды коммерцияның болашағы үздіксіз инновациялар мен тұтынушылардың өзгеретін қажеттіліктеріне бейімделумен және тұрақтылыққа назар аударумен сипатталады. Тұтынушыға бағытталу. Бірінші кезекте тұтынушы тәжірибесіне назар аудару. Технологияны қабылдау. Жасанды интеллект, AR, VR және басқа инновацияларды интеграциялау. Тұрақтылыққа міндеттеме. Экологиялық және этикалық тәжірибелерді енгізу. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.